Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін біз сіздермен тәуелдік жалғауын кесте түрінде қарастырайық. Давайте мы сегодня с вами рассмотрим притяжательное окончание в виде таблицы. Сонымен, тәуелдік жалғауы бірінші, екінші, үшінші жақта дауысты дыбыстардан кейін жуан дауысты дыбыстармен, жіңішке дауысты дыбыстардан кейін қалай жалғанатынымен танысайық. Итак, давайте познакомимся, как мы добавляем притяжательное окончание к трем лицам после гласных звуков, а именно слова с твердыми гласными и слова с мягкими гласными. Жекеше түрде, в единственном числе. Менің айнам, мое зеркало. Сенің айнаң, твое зеркало. Сіздің айнаңыз, ваше зеркало. Оның айнасы, его или ее зеркало. Көпше түрде во множественном числе. Біздің айнамыз, наше зеркало. Сендердің айналарың, ваши зеркала. Сіздердің айналарыңыз, ваши зеркала. Вежливая форма. Олардың айнасы, их зеркало. Жіңішке дауысты дыбыстардан кейін после мягких гласных. Денем, менің денем, мое тело. Сенің денең, твое тело. Сіздің денеңіз, ваше тело. Оның денесі, его или ее тело. Көпше түрде во множественном числе. Біздің денеміз, наше тело. Сендердің денелерің, ваши тела. Сіздердің денелеріңіз, ваши тела. Вежливая форма. Олардың денелері, их тела. Енді біз сіздермен дауыссыз дыбыстардан кейін бірінші, екінші және үшінші жақтағы сөздерге тәуелдік жалғауларының жалғануы. Давайте теперь с вами рассмотрим добавление окончаний после согласных звуков первого, второго и третьего лиц. Сонымен, жуан дауыссыз дыбыстардан кейін жалғанатын тәуелдік жалғаулары. Итак, притяжательное окончание, которое добавляется после слов с твердыми согласными. Бауырым, менің бауырым, мой братишка. Сенің бауырың, твой братишка. Сіздің бауырыңыз, ваш братишка, оның бауыры, его братишка. Көпше түрде во множественном числе. Біздің бауырымыз, наш братишка. Сендердің бауырың, ваш братишка. Сіздердің бауырыңыз, ваш братишка, олардың бауыры, их братишка. Жіңішке дауыссыз дыбыстардан кейін. После слов с мягкими согласными. Менің есімім, мое имя. Сенің есімің, твое имя. Сіздің есіміңіз, ваше имя, оның есімі, его или ее имя. Көпше түрде во множественном числе. Біздің есімдеріміз, наши имена. Сендердің есімдерің, ваши имена. Сіздердің есімдеріңіз, ваши имена. Вежливая форма. Олардың есімдері, их имена. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Урок завершен. Благодарю за внимание.